Ертемен тұрып трактормен жер айдадым. Трактор айдамағаныма да біраз болды. Менің трактор айдағанымды сағынған шығарсыздар, я. Ең алғаш блог бастағанымда осы тракторды айдап танылған болатынмын. Кейде көшеде мені танитын адамдар көріп қалса, сен трактор айдайтын келін емессің бе деп те танып жатады. Жер айдау сезоны да бітіп жатыр. Ал бұл айдап жатқан жерімізге бұйырса огород егеміз. Одан кейін күйеуімнің разылығын алайын деп тракторын жуып берейін дедім. Әрбір істің артында тазалық болғаны дұрыс. Тазалық бар жерде береке бар дейді ғой. Бұйырса осы трактормен күйеуім жаз бойы табысын табады. Сол үшін жақсы ниетпен табысты берекелі болсын деп таза порошокпен тап-таза қылып жуып қойдым. Сіздер таза порошокпен тек посуда кір жуады деп ойлап қалмаңыздар. Күйеулеріңіздің машинасын, техникасын жусаңыздар да болады. Орындықтың бетін жабатында кірлеп кеткен ғой, стиралкаға салып таза порошоктың салфеткасынан бір штук салып жуып алдым. Олектерінің лай, май болғаны сонша сүртіп алуға да келмейді. Таза порошоктан 2 қасық салып, қайнап тұрған су құйып сүртіп алып едім, жалтырап қалды ғой. Сықтығым ұстағаны сонша отвертка күліштерін таза порошокқа бір салып алдым. Тазарғаны сонша күйеуім күліштерін танымай қалды ғой. Сіздер де дәл осылай мен сияқты таза порошокпен жуып берсеңіздер, күйеулеріңізден қалауларыңызды аласыздар ғой. Құдық келіннің контенті ұнаса, маған қолдау білдіріп, тіркеліп, пікір жазып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар.